Түрмеде отырмас үшін да мұсылман дінден шығарға керек. Сенің проблема татар болудамы? Татар болғаш, һәм мұсылман кіші болғаш. Татар конгресс бірінші болып бізге жиі шашты Қытайда. Һәм шушы татар болған малайлар. Һәм әтесі, либо әнесі татар болған кішілер. Конгресс ақша төлеп мұнда бізді жіберді Қазанға оқырға. Һәм біз мұнда келдік. Қазір әтиянен қойды? Әтияне анысын білмеймін. Білмейсің? Ну, Қытайда. Оралышып тұрасыз мұсылман үшін? Жоқ. Әне үшін? Ну, просто Қытайда ситуация сейчас пик ауыр бит. Мұсылман кішілерге анда көп сөз қыларға болмай. Анда если мұсылман кіші болсаңыз, мен әтияне біле бір ел болды. Связан еді. Шушы турында сөйлем, һәм достарым миңа айтылар бит. Әти, әне турында көп сөйләмә. Һәм аны саңа біләргә булмый, деп әйтәләр. Мин аларга да нәрсәгә миңа біләргә булмый. Ул бит минең әти-әнилем була бит. Һәм алар, если син шушы турында сорасаң, безгә дә проблема була бит, деп әйтәләр. Но мин ярар бір сөз де айтмайм. Ну просто достарым айтты әтияне шушы лагерда деп. Қытай болсам да, менің бір нендей проблем жоқ. Мен атынада 2-3 тапқыр Қытайға барып келсем да проблем жоқ. Сенің проблема татар болудамы? Татар болғаш, һәм мұсылман кіші болғаш. Түрмеде отырмас үшін да Қытай қатыналарға керек. Шулаймы? Қытай қатыналарға керек, һәм мұсылман дінден шығарға керек. Өзімнің бабайы мұнда Қазанда соғышқа қатнашқан. Аман қазір вафат болды бит. Бабайлар. Шоңа көре мұнда қаларға тілейбіз енді. Ну татар болғаш. Татарстанда қаларға. Ең мұйымы Татарстанда қаларға тырышам.